Триллион долларлық ақпарат айтайын ба? Мына адам баласының өмірінде сан алуан тығырыққа келіп қалатын, сұраққа келіп қалатын жауаптарын таба алмайтын көп сәттері болады. Оқуға түсер кезде, үйленер кезде, жұмысқа кірер кезде, бір кәсіп бастар кезде, тағы да басқа көп енді. Сан алуан. Анандай сұрақтар бүйтіп келген кезде ойланасың, қалай істесем болады деген. Көрдіңіз бе? Сол кезде адам баласының дене бітімінде екі зат рөл ойнайды екен. Сондай сұрақтарға шешім қабылдау барысында. Мида өйткені ақпарат көп, білім көп. Сараптамалық көзқарастар, көпшіліктен жинап алған сындар, анау дұрыс, мынау дұрыс емес, ананікі қате, былай. Одан кейін жүрек. Айтамыз, жүрегім сезіп тұр. Осы жүрегім шымшып тұр. Жүрегім мазасызданып жүрген еді. Жүрегім қуанып жүрген еді. Бірден кейін сезіп жүрген еді. Шіркін айды. Кез келген сұраққа келіп қалған кезде мынаны тыңдамаңыздар. Қандай ақпарат жиналсын жиналмасын, мынаны мүлде тыңдамаңыздар. Мынаны тыңдау керек. Мынау 100% алдамайды. Мынау 100% алдамайды.